6 сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан. Қазақстан және Ұлы Жібек жолы жер байлығына аяулы көзқарас. Олимпиада жеңімпаздары Қазақстан мақтанышы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба, кестелер жасау. Бағалау критерийі. 1-ші тапсырма. Мәтін мазмұнына сай тақырып қояды, негізгі ойды анықтайды. Дескрипторы. Мәтінге тақырып қояды, 1 балл, негізгі ойды табады, 1 балл, себебін анықтайды, 1 балл, мәліметтің сәйкестігін дұрыс көрсетеді, 4 балл. 2-ші тапсырма. Бағалау критерийі. Тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, постер, сызба, кесте жасайды. Дескрипторы. Басып өткен қалаларын көрсетеді, постер жасайды, 1 балл. Барлығы 8 балл. Тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. 1-ші тапсырма. 1. Мәтінді мұқият оқып, тақырыбы мен негізгі ойды жазыңыз. 2. Скандинавия елдері қысқы олимпиадалық ойындар өткізуге қарсы болды. Не себепті? Себебін жазыңыз. Келесі. Тақырып бойынша мәліметтердің сәйкестігін табыңыз. 2-ші тапсырма. Қытай елінен Ұлы Жібек жолы арқылы батысқа шыққан бір саяхатшы Қазақстанның орта ғасырлық қалалары арқылы саяхат жасайды деп елестетіңіз. Осы саяхатшының жүрген жолын, басып өткен қалаларын көрсетіп, постер жасаңыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.